Сәлем. Бүгін тақырып негізінде жасанды интеллект жайлы болады. Не себепті? Өйткені қазір қазақ елінде, дүние жүзінде бұл тақырыпта көп мәселелер қозғайды. Жаңалықтар бар, істелініп жатқан істері бар. Соған сәйкес үлкен технологиялық ақпаратты өңдеу орталықтары, арнайы серверлер, технологиялар соған жасалып жатыр. Оның негізінде әртүрлі ақпараттық өнімдер пайда болып жатыр. Адамның өміріне пайдалысы деп айтады, бірақ енді қаншалықты пайдалы екенін ол уақыт көрсетеді. Өйткені өзіміз білеміз, мысалы, тарихта бір 5 жыл емес, 10 жыл емес, 100 жылдық ғасырлармен есептейтін болсақ, әрбір этап бар. Мысалы, үрдістердің қарап отырған кезде, мысалы, жазбаша ақпарат жету, ауызша ақпарат жету, радио, одан кейінгі телевидение деген, мысалы, өзіміз білетіндей, олардың барлығы өтіп келе, соңында сараптала келе, оның ешқандай қажеттілігі жоқ болып қалады. Бірақ ең бір басты нәрсе бар. Бұл жерде бүкіл дүние тек қана адамзат баласының маңайында жүреді. Адамзаттың сана сезімінің өсуіне байланысты бұрынғы әртүрлі ақпарат өнімдерімен соны жеткізу тәсілдері өзгеріп отырады. Ескіріп отырады, жаңасы пайда болып отырады. Бірақ барлығы адамзаттың маңайында жүреді. Ал енді қазір қарап отырсаңыз, жасанды интеллектінің маңайында адамзат жүрді. Ол не үшін деген сұрақ тағы туады. Адамның жалқауланғаны ма, жоқ әлде жалқаулану дегенде ол жалқаулықтан емес, адамзат жалпы дүние жүзіндегі дүниенің барлығы, жаңалықтың барлығы адамның жалқаулығынан пайда болған. Бірдеңені істегісі келмегендіктен, күш қуатының жетіспеушілігінен басқа технологияны пайдаланады, механикалық күшті пайдаланады. Сол сияқты бұл да адамның бір ойлау қабілеті, нәрсені тереңінен түсіну мақсатында мидың қабілетін шегіне дейін пайдалануға шамасының жетпеуіне байланысты осындай болуы да мүмкін. Бірақ тағы бір екінші жағы бар. Ал мүмкін расында да адамның миының қабілетінің шамасы шектеулі болғандықтан соны мүмкін жасанды интеллектіге салу керек шығар. Бірақ өзіміз білетіндей адамзат баласы, ұлы ғалымдарының өзі, мысалы, Эйнштейн болсын, олар өзінің миының бар жоғы 5%-ын ғана пайдалана білген. Одан артық пайдаланған адамдар шизофренияға кетеді. Мысалы, Эйнштейнді соңында кішкене қуып кетті деп айтады, бірағында ол миының үрдісінің басқаша болуына байланысты оны жай қарапайым адам қабылдай алмай қалған. Сол кезде оның жаңағы кішкене санасынан кеткен адам деп те әңгіме шыға бастаған. Бірақ 50 жыл өте келе қазіргі ғалымдар Эйнштейннің сол кездегі дәлелдеп кеткен, жазып кеткен ақпараттарын дәлелдеп, жаңа технологиямен көрсете отырып, жаңадан ашып жатыр да. Ол бір, енді оны тереңінен қарап, зерттеп, ғылыми зерттеулерден қарауға болады. Сосын тағы бір нәрсе бар, мысалы. Адамзат баласы осындай бір даму үрдісі кезінде жаңа нәрсе ашып жатқан жоқ, қазір қарап отырсаңыздар. Осыдан 50 жыл бұрын табылған технологиялар, идеяларды қазіргі әртүрлі IT технологияларының, қарапайым чиптердің шағымданып, мүмкіндіктерінің үлкейіп, оған кететін энергияның азаюына байланысты бұл технологияларды қарапайым алақанға салатын мүмкіндікке жетті.
өзіңіз мысалы ойлап көрсеңіз, қазіргі кез келген соңғы мысалы бүгінгі таңдағы жаңа шығып жатқан iPhone 17 дейміз ба, немесе Xiaomi 17 Pro дегендер. Сол телефонның ішінде мысалы осыдан 50 жыл бұрынғы технологиялармен жасалынған процессорларды аудан есептесеңіз бір Африканы басып жатады. Ал бізде ол алақанымызда ғана жатыр. Сол сияқты үрдістің дамуы жаңалықтың ашылуында емес, үрдістің дамуы бұрынғы жасалынған, ашылған ақпараттарды күнделікті өмірге икемді етіп пайдалану. Енді қазір мысалы бір мәселе бар. Ғылымда жаңа элемент, химиялық элемент таппайды. Химиялық элементтерді уже жасайды. Кремнийді мысалы элементарный нәрсе мысалы. Бұрын бұлай жұқа қабық ретінде кесіп бөле алмайтын. Бірақ қарапайым ғана біздің Қытай көршілеріміздің ойлап тапқан скотчымен кремнийді жұқалап бір қабақтан алып отырған кезде босаған электродтардың соңында, ең соңында бір жұқа қабықта қалған бір-бірімен байланысқан жалғыз слойлы кремнийдің қабықшасы болады. Соны басқа элементтермен де қосу арқылы жаңа элемент пайда болып жатыр. Соған сәйкес мысалы ғарыштағы ұшып жатқан әртүрлі аппараттардың жеңілдеуіне, оның әртүрлі мүмкіндіктерінің үлкеюіне байланысты жаңа жаңалықтар пайдаланады. Сол сияқты болашақта үлкен нәрселер ашылады. Мәселе сол жаққа қарай көшу керек. Енді үлкен электронды коллоидтардың пайдасымен жаңа энергетика көздерін ашу. Өйткені атом электростанциялары қауіпті, өте шығынды, бірақ оны бабында ұстап отырып өндіріп алу өте жауапкершілік пен контроль қажет. Сондықтан шағын энергия көзі, тасымалдауға болатын энергия көзі бұрынғыдай сымның бойымен емес, оқшауландырып тасымалдау энергия көзі өте үлкен қажеттілік. Өйткені бұл тек қана жер бетіндегі мәселе емес, ғаламшарда басқа планеталар мен галактика араларында ұшып жүру мәселесін шешеді. Өзіміз білеміз, жанармайды жағу процесінде таусылған кезде бітті. Энергияны ары қарай өндіре алмайсың, оны шектей алмайсың. Атом энергетикасын ғаламшарда шығарып ұстаудың өзі қиын. Оны әрине компактты қылдырып, кішкентай қылсаң болады. Бірақ оның ғаламшарда қандай қауіпті екенін бәріміз білеміз. Сондықтан ол да бірінші адам заттың пенделігіне қайтып айналып келеді. Бір-біріне сенбеушілік. Қару ретінде пайдалануға бола ма деген. Сондықтан ол мәселелер де бар. Енді қайтып айналып келетін болсақ, жасанды интеллекті неге сондай қатты үрдісте дегенде, менің өз басымның ойымша, бұл адамзатпен қазіргі жер бетіндегі технологиялармен әртүрлі әдістердің шамасының шектеулігіне байланысты жаңадан күш-қуат керек сол мәселелерді шешу үшін. Соған үлкен энергия құяды. Энергия құяды дегенде тікелей энергия құяды. Өйткені бұл жасанды интеллект үлкен энергияны қажет етеді. Оның өзіміз ойлап көріңіз, мысалы, сіз адамзат баласы ештеңе жасамай, таңертең тұрып, әрекетін жасап, тамақтанып, қайтып ұйықтап демалып, осы 24 сағат ұйықтап жату үшін бір күнде адамның жеген қорегінің 25% миға кетеді. 85 килограммның 1 килограммы ми десеңіз, сол миға кетеді. Ал ойлап көріңіз, сол сияқты дүниедегі бүкіл қазіргі электрония технологиялардың барлығы, бір сөзбен айтқанда, өзінің кішкентай миы бар. Оны жасанды интеллект емес,
этап-этабымен үрдістерін орындау тәсілдерін жазып берген, алгоритммен жұмыс істейтін кез келген техникаға дейік, соның барлығы жұмыс істеу үшін энергия керек. Энергия көзі электротехникаға қажетті электричество. Оны өндіретін, біз білетін жаңағы әртүрлі жану процесінде пайда болатын энергияны электричествоға айналдырады. Уран бар, жел энергиясы бар, су энергиясы бар. Бұлардың барлығы үлкен күш-қуатты талап етеді. Адамзат жағынан. Оны тұрғызу керек, оны баптап ұстау керек, оны бақылауда ұстау керек. Үнемі оны жабдықтап отыру керек, оны қажетті қорегімен қамтамасыз етіп отыру керек деген сияқты. Егер сондай энергетика көзін ешқандай бақылаусыз, қандай да бір шектеулі түрде бақылау қажет, бірақ соны бір сөзбен айтқан кезде бір чемодан ба, не болмаса мындай бір қорапқа ғана сыйғызып, тасымалдап әкеп қажет жеріне ғана қосып беріп, ол сіздерге бір күндік емес, бір жылдық, 10 жылдық энергия көзі болып тұратын болса, бұл үлкен плюс. Көптеген мәселенің проблемасын шешеді. Өйткені, мысалы, жағу процесінде энергия көздері ол жаңа көмірқышқыл газын бөледі. Одан көптеген қалдықтар қалады. Оны өңдеу процесінің өзі бір өте қымбат. Енді адамзаттың бір ойлап тапқан дүниесі ғой, кез келген әрекетпен жаңалықтың барлығы қаражатқа тіркелген. Сен бірдеңе істегің келетін болсаң, сен сол үшін төлеу керексің, Ол енді экономиканың, нарықтың үрдісі, ол қазіргі кез келген бизнес, кез келген маркетинг, мемлекет, демократияны өзі айтады. Нарықтық экономика дейді. Ақша келетін дүние өсіп, ақша келмейтін дүние сол қалпында қалады. Бірақ бір нәрсе бар. Адамзатқа, адам баласына ешбір дәлелдеусіз өте ыңғайлы дүние мына түп санамыз арқылы қалыптасып қалып қалады. Соны адам баласы түсінбей-ақ қабылдап жүре береді. Мысалы, кезінде адам баласы екі аяқпен жүруге болады дегенді солай қабылдады. Одан кейін өз аяғы емес, басқа дөңгелейтін дүниенің үстінде жүріп қозғалуға болады деген. Ол бізге қазір ойлап отырсаңыз, ешқандай бір жаңалық емес. Түп санамызда тұрады да, тезірек баратын нәрсе ұшады, жүреді, дөңгелейді, ауа кеңістігін пайдаланады дегенде. Сол сияқты осы үрдістердің барлығын ойлап келгенде жасанды интеллекті соңғы кезде ең бір жаңа дүние болып айтылып тұрғаны болмаса, бұл өте жауапкершілікпен қарайтын дүние. Өйткені жасанды интеллекті бірінші әзірге адамзаттың бақылауында. Шектеулі дүние ешқашан жаңалық ашылмайды. Оны шектеуден шығарып жіберіп, еркіне қоя берсеңіз, ол жауапкершілікті өзіне алған жасанды интеллект қандай болатын, оны ешкім ойламайды. Ойласа да оны бақылай алмайды. Бұл бір, мысалы, адамзаттың шектеуі бар да, біз адамзат, бір адам өз денемізбен шектеуліміз. Біздің ой санамыз, күш қуатымыз, жиған қаражатымыздың барлығын құйып неметсек те, ең соңында физиологиялық тұрғыда қалыптасқан адамның денесінен артық кете алмайды. Ол бір әрекет жасау үшін оның ой санасын тәрбиелеу керек, оның әрекетін пайдалану керек, ол сөйлеу керек, ойын жеткізу керек, не ойын жеткізбеу керек, қандай да ақпарат шашылмас үшін. Сондай нәрсе бар. Ал жасанды интеллект еркіндік алған кезде ол бір физиологиялық тұлға түрінде қалмайды. Ол кез келген сигнал жүретін, ақпарат таралатын бүкіл каналдар арқылы барар жеріне барады,
істейтін жеріне шамасы келгенше жетеді. Және сол арқылы энергетика көздерін өзі басқару арқылы жаңадан күш қуатын пайда болдыратын дүние пайда қылдырады. Сол кезде қайтеді. Ол бір сөзбен айтқан кезде терминатордағы сияқты физиологиялық тұрғыдағы адамзат баласы жасанды интеллектіге қызмет ете бастауы мүмкін. Ондайды болдырмаймын деп айта алмайды. Өйткені мысалы адамдардың өзін өзі алдаушысы бар, кейбір нәрсеге көз жұмушылығы бар, өмірден түңілмес үшін. Сондай нәрсенің барлығын шектеп, өзін өзі мотивациялап, ненің қайдан пайда болады, өлім не, жаңа өмір не дегеннің барлығын салыстырмалы түрде қалыптасқан біздің миымыздағы идеологиялық түйсік, ол біздің генетикамызда қалыптасқан. Мына әрбір денеміздегі хромосом мен генетикада қалыптасқан, ол бізде жаңа пайда болған жоқ. Адамзат баласы пайда болғаннан бері жинақталған дүние. Қазір мысалы адамдар білмейді, бұрын осыдан 15 ғасыр болсын, 20 ғасыр бұрын адамзат баласының шектеулі жасы артық болса 25-30 жас. Кез келген археологиялық табыстардың, зерттеулердің нәтижесінде айтады, адамзаттың баласы сол кезде сонда ерекше түрде сақталған дейді. Әрине, өзіңіз ойлап көріңіз, 25 жасыңызда сіздің тісіңіз бен сүйегіңіз қандай болды. Бірақ сұрыптаудың нәтижесінде мықтылар қалады да, әлсіздер жойылып отырды. Не болмаса табиғат артықтарын сөйтіп жойып отырды. Ал бізде қазір ондай үрдіс жоқ. Медицина мен әртүрлі технологияның пайдасынан болып, қазір ондай нәрсе жоқ. Мысалы адамның орта жасы 80-90-ға келді. Ол не деген сөз? Сұрыптау жоқ. Барлығы тең. Сондықтан ондай адамзат баласын қоректендіріп отыратын үлкен энергия көздері керек. Ол жетіспеушілік. Сондықтан бұның барлығын көріп отырған жасанды интеллект түбінде не істейді? Осының бәріне қорытынды жасайды. Бірақ ода генетикалық қалыптасқан түйсік жоқ. Ол түйсік қашан пайда болады? Ол адамзат баласы сияқты ғасырлар өмір сүру керек. Бірақ оның бір ерекшелігі бар. Ақпаратты өңдеу барысында ол сондай ғасырларды бір жылдың ішінде өмір сүріп шығатын болса, мүмкін пайда болуы мүмкін. Бірақ ода қандай ой пайда болуы мүмкін деген тағы нәрсе бар. Жақсы ма, жаман ба? Адам баласы зиянды ма, зиянсыз ба деген сияқты. Енді жаман жаққа тарта бермейді, бірақ жақсысы да бар. Жақсысы, бұны адамзат баласы басқара білу керек. Түйсігі болу керек. Ол түйсікті адам соған құялу керек. Бірақ мынандай нәрсе бар, мысалы, біз өзіміз жер шарында отырып, коммунистер, демократтар, либералистер, енді айтпайын, дін жағынан болсын, бөлініп отырамыз. Ал соның барлығын, әрбір түйсікті соған құялатын болсақ, ол бір ерекше болар еді. Ал бірақ оны кім тоқтатады деген? Ол ортақ келісім болу керек. Адамзаттың келісімі мен технологияның келісімі сәйкес келмейді. Бұл үлкен мәселе. Оған расында да бұл нәрсе бір іске асып барып нәтижесі шыққан кезде адамзат баласы соған төтеп бере алатындай тең деңгейде келген кезде технология мен адамзаттың түйсігінің арасындағы келісім болу керек. Әзірге адамзат баласы өзінің күш қуатына сеніп біз бағындыра аламыз деп отыр. Құдай біледі түбінде не шығатын. Сондықтан көп ойланатын шаруа бұл. Ойландырған ой болар. Әзірше кездескенше.